Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 2 сынып 1 бөлім және 2 сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауызша және жазбаша сөйлеу. Балалар, сабағымызды алдымен бастамастан бұрын менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Себебі менің каналымнан 2, 3 және 4 сыныптың қазақ тілі әрі математика пәндерінің үй жұмыстарын көріп бірге орындай аласыздар. Енді бүгінгі сабақты өтетініміз ауызша және жазбаша сөйлеу түрлерін білетін боламыз. Және мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтарды құрастырамыз және оларға жауап беретін боламыз. Бізде 5-ші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Біздің еститін және айтатын сөйлемдеріміз ауызша сөйлеу деп аталады. Бұл үн арқылы берілетін сөйлеу. Жазбаша сөйлеу жазылып берілетін хабар. Сөйлеудің бұл түрі бірден пайда болған жоқ. Алғашқыда адамдар айтқысы келген ойын суретпен бейнелеген. Мұндай суретті бейнелер ескі үңгір қабырғалары мен тастарда сақталған. Қазір жазу үшін әріптер және басқа бейнелер пайдаланылады. Осы жаттығу бойынша бізге сұрақтар берілді. Яғни сұрақтарды жалғастырып және оған жауап беруіміз керек. Бірінші, ауызша сөйлеу дегеніміз не? Ауызша сөйлеу дегеніміз біздің еститін және айтатын сөйлемдеріміз. Екінші, жазбаша сөйлеуші. Жазбаша сөйлеу бұл жазылып берілетін хабар. Алғашқыда адамдар ойын немен бейнелеген? Яғни біз өзіміз сұрақ қойып тұрмыз, құрастырып. Алғашқыда адамдар ойын суретпен бейнелеген. Яғни ишара арқылы ойын суретпен бейнелеп тастарға немесе үңгірлерге жазып көрсеткен. Ежелгі белгілер мен суреттер неде сақталған? Ежелгі белгілер мен суреттер үңгір қабырғалары мен тастарда сақталған екен, Келесі тапсырма: мәтіннің алғашқы бөлігін көшіріп жаз дейді. Яғни алғашқы абзацты көшіріп жазамыз. Біздің еститін және айтатын сөйлемдеріміз ауызша сөйлеу деп аталады. Бұл үн арқылы берілетін сөйлеу. Тура осылай дәптерімізге көшіріп жазамыз. Келесі 6-шы жаттығу: суреттегі заттар арқылы сөйлеудің қай түрі жүзеге асады? Сыныптас досыңмен бірге талқыла дейді. Яғни бізге компьютер берілген, бұл суреттегі заттар арқылы сөйлеудің жазбаша түрі жүзеге асады. Яғни видео, хат алмасу секілді осы сөйлеудің түрі бұл жазбаша түрде жүзеге асады екен, Осы компьютермен жұмыс істеу нұсқалығын толықтырып жаз дейді. Бізге 4 берілген. Екеуі өз беріліп тұр, Бірінші, экранға жақын отырмау керек. Және екінші, компьютерге отырған кезде қисаймай тік отыру керек. Үшінші, енді компьютердің үстіне бөгде заттарды қоюға болмайды, Тек қана компьютердің өзі және оның құрылғылары тұру керек. Төртінші, компьютердің алдында 15-20 минуттан артық отыруға болмайды, себебі ол біздің көзімізге зиян екен, балалар. Тура осылай нұсқаулықты балалар көшіріп жазамыз. Келесі бізде шығармашылық үзіліс, яғни 7-ші жаттығу: жұмбақтар мен шешуіндегі заттарды сәйкестендір дейді. Сөзі дана, үні жоқ, сөйлемейді, тілі жоқ. Қолыңа алсаң шешен, ақылы асқан көсем дейді. Бұл балалар бізде кітап, суретте көрсетіліп тұр. Енді 2-ші жұмбақ: әрі шешен, әрі әнші, әрі күйші, әр үйде бар тапқышым, кәне білші дейді. Бұл бізде радио, Өздерің қимыл, ишара арқылы жұмбақ жасырып көріңдер дейді. Яғни бұл сыныпта орындалатын тапсырма. Ары қарай жазбаша тапсырма бізде жұмбақтардың шешуіндегі сөздер сөйлеудің қай түріне жататынын анықта және бұл сөздермен 2 сөйлем құрап жаз дейді. Бізде радио арқылы ауызша сөйлеу түрі жүзеге асады, Яғни мысалы сөйлем құрайтын болсақ, радиодан түрлі әуендер беріледі. 2-ші сөйлем: Айғаным радиодан әсем әуен тыңдап отыр. Келесі 2-ші кітап, бұл жазбаша сөйлеу түрі жүзеге асады, Кітап арқылы бізде. 1-ші сөйлем: Әлихан қазақ тілі кітабын ашты. 2-ші сөйлем: кітапты күтіп ұстау керек. Тура осылай балалар 2 сөйлемді де көшіріп жазамыз, яғни 4 сөйлем. Әрқайсысына 2 сөйлемнен құрауымыз керек. Тура осылай. Келесі бізде 8-ші жаттығу: суретте берілген сөздердің алғашқы әріптерінен сөз шығарып айт дейді. Яғни бізге бұл жерде жүзім, алма, зығыр, шана, балық, алмұрт және ананас берілген. Енді әр нөмірленген заттар бойынша 1-ші әріптерін алып көрейік. 1-ші бізде жүзім берілген, яғни Ж әріпі. 2-ші алмадан бас әріпі А. Одан кейін бізде зығырдан 3-ші зығырда З әріпін аламыз. 4-ші бізде балықтан Б әріпін аламыз. 5-ші алмұрттан біз А әріпін аламыз. Одан кейін 6-да шанадан Ш әріпін аламыз және 7-де ананастан А әріпін аламыз. Сонда бізде жазбаша болады.
келесі енді біз ауызша сөздің осы тәрізді суреттердің көмегімен құрастырып көрейік. Иә, бірінші бізде алма, екінші уық, үшінші ыдыс, төртінші зығыр, бесінші шана, алтыншы алмұрт. Сонда бізде ауызша деген сөз шығады екен. Міне балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер балалар. Сау болыңыздар.